2023 жылы Кореяға қалай келсе болады? Ең біріншісі, кет одобрение аласыздар, билет туда-обратно, бронь отель, паспорт. Ұшып келесіздер, паспорттан бересіздер, сол жерде сізге немесе отказ, немесе одобрение береді. Сөйтіп өтіп кетіп жұмыс істей бересіздер. Болды, осымен видео бітті. Жоқ, әрине олай болмайды. Бұл видеода сіздерге өзіңізге сенімді болу үшін толық сұрақ жауапқа қалай киініп келуге сол туралы бүкіл ақпарат болады. Ал ендеше кеттік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге легендарный қазақ, және де бүгінгі видеода сіздер Кореяға 2023 жыл келе жатқан алдағы жылда қалай келуге болатыны туралы толық ақпарат алатын боласыздар. Негізінде барлық ақпарат осы видео бойынша, ссылка бойынша кіріп қарап кетсеңіздер болады. Тағы бір мәрте, ал бүгін соны толық разбор жасайды. Тағы бір мәрте қайталап кететін болсақ, сіздерге Кореяға келу үшін кет одобрение керек, тур маршрут керек, бронь отель, билет туда-обратно, сұрақ жауапқа дайын болуыңыз керек. Өйткені сіздерге сұрақ жауапқа түсіп қалуыңыз мүмкін. Және де киім үлгісі өзіңіздің, және де қалтаңызда қанша ақша бар екенін. Бұрында біздер 2019 жылы Кореяға жатқан кезінде ештеңе қажет болмайтын, тек қана билет аламыз, ұшып келеміз, осы жерде біздерге виза берілетін. Қазіргі сәтте Әділет министрлігі Корея елінің Кета деген приложение ойлап тапты. Ол дегеніміз Кореяға келместен бұрын өзіңіздің турист ретінде дәлелдеуіңіз қажет. Демек, сіздер арнайы платформаға кіресіздер. Сол платформаның ішінде өзіңіздің бүкіл ақпараттарыңыз толтырасыздар, қанша табасыздар, аты жөніңіз, фамилияңыз, туған күніңіз, оны толық видеосын, үйрену жолдарын менің YouTube каналымнан ссылкасынан қарап кетсеңіздер болады. Міндетті түрде мына жерде немесе мына жерден шығады. Сондықтан да соған кіріп, одобрение алғаннан кейін ешкімге ақша берудің қажеті жоқ. Өзіңіз үйреніп, өзіңіз жасап алсаңыздар болады. Бронь отель жасаған кезінде көбісі ойлайды, андай қымбат отель алыңдар, 5 жұлдыз, 6 жыл, 10 жұлдыз бар дейді. Жоқ, оның бәрі жалған ақпарат. Өйткені кедендік бақылауда сізден ешкім сұрамайды, қанша жұлдызы бар, қанша тұрады, қандай жерде орналасқан деп оған ешқандай мән бермейді. Ең бастысы сіздің отель броньіңіз ақшасы төленіп қою керек, және де қаланың ортасына болған абзалырақ қой, қаланың шетінен болғаннан гөрі. Сондықтан да соған да мән беріңіздер. Сеулдың орта жақтарынан алсаңыздар өзіңізге абзал. Ал билет туда и обратноға келетін болсақ, не үшін ол сізге билет міндетті түрде Кореядан Қазақстанға алу керек. Өйткені сіздер жаңағыдай айтқандай бірінші кет адам. Сіз өзіңіз дәлелдеуіңіз керек, сіз осы жерге турист ретінде келе жатқаныңызда. Сондықтан да сіз келе жатқан кезінде, мысалы келдіңіз, келгеннен кейін қайтып елге шығып кету керек. Бізге өкінішке орай Қазақстан азаматтарына Корея елі 30 күндік қана виза беріледі. 30 күннің ішінде сіздер қыдырып, еліңізге қайтуыңыз қажет міндетті түрде. Бірақ та енді көбісі қалып осы жерде заңсыз жұмыс істеп жүре береді ғой, ештеңе айтпай уайымдамаңыздар. Тағы қалай айтсақ болады. Одан кейін туда-обратно. Ал билеттің бағасын қанша күнге алу керек деп ойласаңыздар, 5 күннен 10 күннің аралығында алған дұрыс. Өйткені адам деген 5 күн, 6 күн, бір аптаның ішінде өзіне керекті қызықты жерлерін қыдырып үлгереді. Және де билеттің бағасы VIP класс па, эконом класс па, оған ештеңе қарамайды. Бәртүрлі билетіңіз болса болды елге қайтатын. Сондықтан да оны қатты қымбат билетте алмаңыздар, VIP салонға да алмаңыздар. Кәдімгідей жай барақат, арзандау 300 мың, 400 мың аралығында билет алсаңыздар өзіңізге пайдалы ғой. Қалтаңызда көп ақша алады. Тур маршрутқа келетін болсақ, осы көбісіне жыр болды. Көбісі осы жерден қиналады, ол жерден қиналудың қажеті жоқ, және біреуден сатып алудың қажеті жоқ. Қолыңызға мынандай үлкен қағаз реферат ретінде шығарып келудің қажеті жоқ. Өйткені олай шығарып келген сайын сіздерді кәдімгі түсінеді, осы турист емес, осы жұмысқа жатыр деп түсінесіздер ме? Сондықтан да қолыңызға ешқашан қағаз тап келмеңіздер. Ал енді сіздерге ең дұрыс жолын және де күшті лайфхактарды айтып кетейін. Ең бірінші, телефоныңызда Kakao Map деген приложениеңіз жүктеп алыңыздар. Сол біздің Алматының Тугис приложение секілді бірдей. Және де сол тек қана ішінде ағылшынша ғана тіл таңдайсыздар, сөйтіп соның ішін ақтарыңыздар. Түсініңіздер қалай, қандай қалалар бар екен. Және де бронь отель жасасаңыз, сол бронь отельде соның ішіне мекен жайын сақтап алыңыздар. Ал тур маршрутқа келетін болсақ, өзіңізге ұнайтын 5 жер таңдаңыздар. Сол 5 жердің мекен жайын сол приложениенің ішіне сақтап алыңыздар. Және де сол 5 жер туралы бүкіл ақпарат жинаңыздар. Қалай баруға болады, YouTube-дан қараңыздар, Google-дан қараңыздар, интернет арқылы қараңыздар, және соның адрес мекен жайын сақтап алғаннан кейін қанша тұрады, қалай барса болады, сол туралы ақпараттар көп жинаған өзіңізге абзалырақ болады. Неге кедендік бақылауда допросқа түсіп қалсаңыздар, сол туралы айтып бере аласыз, және сол приложение көрсете аласыз. Осы жерге мен барам деп. Адам түсінеді, ай, осы
приложениені түсінеді, демек қыдырып жүрген адам екен ғой деп. Болды, сондықтан да қағаз тап келмеңіздер. Қазір 21-ші ғасыр ғой. Ал енді сұрақ жауапқа келейік. Кедендік бақылауға келген кезінде сіздерде екі не болады? Сұрақ жауап болады. Ең біріншісі ол сіздерге кедендік бақылауда окошкада тұрған адам қояды. Егер сол жерде сұрақтарда сіздер сүрініп жатсаңыздар, сіздер допросқа, подвалға жүреді. Сол жерден тағы да дополнительно дейді ғой, солай сұрайды. Ал окошкада сіздер не деп сұрайды? Қандай мақсатпен келе жатсыздар? Ең бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Кіммен келе жатсыздар? Үшінші сұрақ. Қанша күнге деген кезінде сіздің кәдімгі неңіз керек. Билетте қалай жазылып тұр, мысалы 5 күн деп тұр ма? Демек сіз 5 күнде, 7 күн болса 7 күн, 10 күн болса 10 күн деп міндетті түрде айту керек. Өзіңіз шатаспаңыздар қанша күнге келе жатқаныңызды. Және де ең соңғы сұрақ, қанша адам болып келе жатсыз? Бір адам немесе екі адам, жұбайыңыз бен келе жұбайыммен жалғыз өзің келесің, жалғыз өзіміз деп айтыңыздар. Өтірік айтып, андай уайымдамаңыздар. Қобалжыған сайын сіздерді өткізбей қоюы мүмкін. Өткізбейді дегенде сіз допросқа жүреді. Ал енді сол допросқа келетін болсақ, ол жерде сұрақтар өте көп. Сол жерде сіз өзіңізге не тілінде, орыс тілінде переводчик жалдасаңыздар болады. Айтасыздар, маған переводчик керек, мен переводчик арқылы сөйлесем деп. Олар тұрта жарайды деп, сізге переводчик береді міндетті түрде. Ал ол сұрақ жауаптардың бәрін YouTube видеоның астында описанияда қалдырып кетемін. Міндетті түрде өзіңіз соны ағылшыншаға аударып, ең бірінші сол сұрақтар 20 сұрақты орыс тілінде жаттаңыздар. Ал қалған 4 сұрақты, 5 сұрақты сіздер ағылшын тілінде жаттаған өзіңізге абзал болады. Ал егер киім үлгісіне келетін болса, көбісі андай айтады, мында былай киіп кел, аппақ киіп кел, анандай болып киіп кел, мынандай болып киіп кел деп айтады. Бірақ та ол дұрыс емес. Өзіңізге ыңғайлы киім таңдаңыздар. Өзіңізге қандай киім ыңғайлы, өзіңізге жарасымды. Google-ға кіресіздер, корейский стиль жазасыздар, сол жерде өзіңізге ұнаған киімдерді барып киген дұрыс. Егер жас бала болсаңыздар, солай киіңіздер, ал үлкен кісілер болсаңыздар, кішкене солидный дейді ғой, бизнесмен секілді жаңа киімдеріңізді киіп келген абзалырақ. Ал шаш үлгісіне келетін болсақ, шаштарыңызды бояп, ұзын қылып көзіңізді жауып келудің қажеті жоқ. Әдемі, өзіңізге жарасымды прическаны таңдап келесіздер. Ақша мәселесіне келетін болсақ, көбісі айтады, өзіңмен бірге мындай 5 миллион алып келдім, 10 миллион алып келдім деп айтудың қажеті жоқ. Өйткені егер қателеспесем, Қазақстан елінен шығып жатқан кезінде сіздерде $3000 артық болатын болса, сіздер міндетті түрде декларация толтыруыңыз керек. Сондықтан да сіз $3000 көп деп айтып қойсаңыздар, декларация сұрайды. Сол декларацияда егер жоқ болса, демек сіз өтірік айтып тұрсыздар. Бірақ та ешкім сіздің қалтаңызды тексермейді, $2000 деп айта берсеңіздер болады. Не үшін ондай ақша көп десе, мен шопинг жасаймын, анда барам, мында барам деп қыдырып кәдімгідей өз ойыңызды толық жеткізіп отырсаңыздар болды. Ол жерде қатты уайымдамаңыздар. Және ұрысудың да қажеті жоқ ешкіммен. Сенеді ғой, ешкім тексермейді, қорықпаңыздар. Егер осы видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де осы видеоны достарыңызбен бөлісіп жүруге ұмытпаңыздар. Ешкім біреудің алаяқтығына алданып, осындай оңай заттарға ақша алудыңға кедергі болыңыздар. Тегін ақпарат қой. Тегін ақпарат болсын, тегін лайк, тегін комментарий, тегін достарыңызға таратыңыздар. Рахмет, сау, саламатта болыңыздар. Кореяға келу үшін тек қана билет сатып аласыздар, кет адабінен алып келесіздер, келесіздер, паспортыңызды бересіздер, өтіп кетесіздер, болды. Видео бітті. Десең қалжың.